Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының «Қазақ емшілігі» атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 56 бөлім. Көкмарал. Көкмаралдың басты ем болатын аурулары мен қолданылуы. Жұтқыншақ қабынуға, бадамша безі қабынуға, ауыз ойылуға 3 грамм көкмаралды жаншып, қайнаған сумен ішеді. Жоғары қан қысымына 1-18 грамм көкмаралды суға қайнатып ішеді. Жел құздан буын ауырғанда 10 грамм көкмарал тамырын суға қайнатып ішеді. Сулы бөртпеге жаңа жиналған көкмаралдан лайықты мөлшерде суға қайнатып бөртпені жуады немесе жаншып жағады. Қолдану мөлшері: ішу мөлшері 3-10 грамм, сыртқы денеге лайықты мөлшерде. Егер де осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.